Сәлем бәріне, бүгін біз 19-7 есепті шығарамыз. Бізге осындай ромбы берілген, және осы ромбының бір бұрышы 0,12 пиге тең деп тұр. Сонда мынаны мысалға 0,12 пиге тең деп айтатын болсақ, біз білеміз, что ромбының мына мен мына бұрыштары тең екенін, және де мына мен мынау бұрыштары тең екенін біз білеміз. Сонда біз мына А бұрышын 0,12 пиге тең деп айтатын болсақ, бізге сұрақ берілген осы ромбының қалған бұрыштарының радиандық өлшемдерін табыңдар деп. Сонда бізге берілген жазу керек, ол обязательно, себебі есептің берілгені болмаса бізге мұғалімге әсіресе түсініксіз болуы мүмкін. Өйстіп жаза салайық. Сонымен бұл жерде 0,12 пи дейді, біз градус ретінде алсақ болады. Мысалға 5-тен 1 шығады, пи болады. Енді бізде пи білеміз, ол 180 градусқа тең екенін. Сонда осы 5-тен 1 көбейтілген 180 градус деп алсақ болады. Енді қысқартқан кезде бізде 36 градус шығады. Бізде енді 36 градус ол А мен С бұрыштарына тең деген сөз. Яғни жазып қоя салайын сіздерге түсінікті болу үшін. Енді бізге қалған Д мен Б бұрыштарын табу керек. Ал біз білеміз, ромбы 360 градусқа тең екен. Сол себепті біз қазір осы 36 градусты 2-ге көбейтіп алайық. Сонда бізде 72 градус шығады. Яғни осы екеуі осы ромбының 72 бұрышын алып тұр. Енді бізге қалған табу үшін біз 360-ты 72-ден азайтайық. Сонда бізде 288 шығады. Енді 288-ді тағы да 2-ге бөлейік. Осы Д мен Б-ны табамыз. 144 градус шығады. Енді осы 144 градус деп қалдыра салмаймыз, себебі бұл дұрыс емес болады. Сол үшін де біз бұрышты радианға айналдыратын боламыз. Ол үшін бізде формула бар, сол формулаға қояйық. Пи деп жазамыз. Бөлімінде 180 градус. Енді барлығын бөліп шыққан кезде 0,8 пи шығады. Сонда жауабын жаза салайын. А бұрышы мен С бұрышы бір-біріне тең, ол 36 градусты құрайды. Немесе 0,12 пиді. Д мен Б 144 градусты құрайды. Ол бізде 0,18 пиға тең. Яғни мынау 0,18, 0,18, мынау 0,12, мынау 0,12 пиға тең. Екіншісінде де дәл солай. Бірақ бізде бір бұрышы 0,17-ге тең. Яғни мына бұрышы бізде 0,17-ге тең деп алуға болады. 0,17 пиді ұмытпаймыз. Енді дәл солай бізге шығаруға болады. 0,17 пиді жазып алайық. 126 градус шығады. Сонда бізде мынау мен мынау 126 градусты құрайды. Ал енді бізге қалған мына екі бұрышты табу керек. Сонда 360-тан біз азайтамыз. Жоқ, бұл жерде біз әлі 126-ны 2-ге көбейткен жоқпыз. Яғни мына 126, мына 126. Онда бізде 126-ны қосамыз, 126 деп жазуға болады. Сонда 252 градус шығады. Енді 360-тан біз 252-ні азайта аламыз. Сонда бізде 108 шығады. Енді 108-ді біз керісінше 2-ге бөлеміз. Себебі 108 мына мен мынаның қосындысы болып тұр. Бізге тек Д-ны табу керек. Сонда 54 градус шығады. Яғни мынау 54, мынау 54. Мынау А бізде сонда 126, мына 126 болып шығады. Енді біз міндетті түрде радианға айналдыруымыз керек. Яғни осыны жазып қоюға болады формулаға. 54 көбейтілген пи бөлінген 180 градус тең 0,13 пиға тең. Енді жауабын жаза салайын. А тең А бұрышы мен С бұрышы
бізде нешеге дейін 0,7 пи 0,3 пиға тең. Мен ойымша сендерге түсінікті болды. Егер де түсініксізбеушілік болып жатырса, онда комментарияға жазыңдар, мен сендерге міндетті түрде жауап беремін. Және де осы каналды қолдау ретінде тіркеліп комментарий жазып лайк басып отырсаңдар деп сұраймын.